Сәлем баршаға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен духовканы қажет етпейтін, осындай керемет дәмді болып шығатын молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз. Толық рецептін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бір жұмыртқамызды ыдысымызға шағып, оның үстінен 180 грамм сгущенкамызды құйып аламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз екеуін. Осылай бірдей масса болғанша жақсылап араластырыңыздар. Одан соң 400 грамм ұнымызға 1 шай қасықта разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып ұнымызды. Одан соң аз-аздан массамызға салып, осылай араластырамыз қамыр болғанға дейін. Бұл тортымыз осындай оңай және де аз заттармен дайын болатын торт. Қонақ келгенде демде дайындап жіберсеңіздер болады және мұны жасап көруге кеңес беремін. Одан соң жаңағы қалған жарты ұнымызды салып, осындай қою масса болады. Тағы да жақсылап араластырыңыздар. Ұн түйіршік болып қалмауы қажет ішінде. Енді бізде ұнымыздың соңғы бөлігі қалған. Оны да салып жібереміз. Енді қолмен қамыр илесеңіздер болады. Мұнда менде тағы да ұн қостым, үстінен 50 граммдай. Сіздерде осы 400 немесе 450 грамм аралығында ұн қоссаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Орташа қамыр, қатты жұмсақта болып кетпеуі қажет. Егер қолыңызға тағы жабысатын болса, үстінен кішкене ұн қосып жіберіп, осылай илеп жіберсеңіздер. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Менде 11 бөлік шықты. Енді оны кішкентай суала етіп, біртіндеп жайып шығатын боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша істесеңіздер болады. 10 істесеңіздер немесе одан да көп, немесе аз істеуге болады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Оны аз-аздан сеуіп. Енді өзіңізге ыңғайлы форманы таңдап алып, арнайы форма немесе осындай ыдысты немесе қақпақты пайдалансаңыздар болады. Және осылай шеттерін қиып шығамыз. Қиып шықтық. Енді оны орташа қызып тұрған табада екі бетін осылай қызартып пісіріп аламыз барлығын. Көрсеңіздер болады. Қатты қызып кетпеу қажет. Осылай біздің қамырымыз кішкене ғана көтеріледі осылай. Екінші бетін аударамыз. Менде 11 бөлік барлығы пісіп шықты, дайын. Енді крем жасайтын боламыз. Ең алдымен творожный сыр менде, одан соң сахарная пудра және де салқын сливки. Міндетті түрде салқын болу қажет. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, осылай миксерлеп шығамыз. Ең алдымен біздің креміміз сұйықтау болады. Миксерлеген сайын біздің креміміз қоюлана түсетін болады. Бұл тортқа басқа да крем пайдалансаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Кремдегі ингредиенттерді толық описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Неше граммнан қанша мөлшерде кететін барлығын. Біздің креміміз кішкене қоюлана түсті. Біздің креміміз дайын. Қолдана берсек болады. Енді осындай арнайы торттың астына формочкамен
Ең алдымен осылай кремнің азғана бөлігін астына жағып аламыз. 1-2 қасықтан салып, жақсылап барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Осындай арнайы торттың құралдарымен де жұмыс жасасаңыздар өте тамаша шығады. Неке дәл осылай қалған бөліктеріне де кремді осы тәрізде жағып аламыз. Егер сіздерге видеом ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен де жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Және де өз пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Келесінде қандай рецепттер күтесіздер менен. Мінекей барлығына кремді жағып алдық. Енді үстіңгі бөлігі қалды. Мінекей оны да үстіне көбірек жақсаңыздар әдемі шығатын болады. Әртүрлі безендіру жұмыстарына да. Енді шетіне осындай бір тегіс етіп, бірдей етіп жағып шығамыз. Енді шпательдің көмегімен тағы бір рет тегістеп жібереміз. Сәндеу үшін үкіштен өткізілген шоколадты, қара шоколадты пайдаландым. Шетіне осылай сеуіп шығамыз қара шоколадты. Безендіруді, сәндеуді өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша істесеңіздер керемет шығады. Үстін болған соң шетіне де осылай сеуіп аламыз. Одан соң бір түнге холодильникке салып қоямыз. Мінекей біздің молочная девочкамыз дайын. Өте жұп-жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Бұл торттың ерекшелігі көп затты қажет етпейді және тез дайын болады. Кез келген уақытта отбасыларыңызға немесе қонақ келгенде дайындап жіберсеңіздер болады. Сіздерге ұнары сөзсіз. Бір жасағаннан керемет осылай дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.